Жетісу облысында ауыл аманаты бағдарламасымен 500-ден аса адам кәсіп ашып, ісін ілгерілетті. Солардың 24-і Сарқан ауданында тұрады. Мемлекеттік жобаның игілігін көргендердің басым бөлігі мал шаруашылығымен айналысуда. Арасында омарта, наубайхана және мал азығын дайындауға кіріскен кәсіпкерлер де бар. Сарқан қаласында тұратын Тоққожа Рахым бұрындары шағын ғана құрылғымен жем тартатын. Кәсібін үлкейту үшін ол ауыл аманаты арқылы 5 миллион теңгеден аса несие рәсімдеді. Қаражатқа өндірістік қуаты мол техника сатып алды. Сөйтіп өнім көлемін 3 есеге көбейтті. Ауыл аманаты бағдарламасының кредитінен бұрын кәсібіміздің аясы тарлау болады. Алдыңғы жылдары 50-60 тонна болса, әзір 150 тоннаға көтерілді. Кәсібіміздің көлем кеңейіп тұр. Тартылған жемді тұрақты түрде сатып алатындардың бірі Динара Әбішева. Ол мемлекеттік бағдарламаның игілігін пайдаланып 100-ден аса тоқталды. Қазір жолдас екеуі ұсақ малды бордақылап жатыр. Ерлі зайыптылар енді жер алып кәсібін кеңейтуді жоспарлап отыр. Малдың тұрған жері кішкене тар болып тұр малға. Кішкене бізге жер берсе, тағы малдың басын көбейтсек дегенбіз. Малды көбейтіп, әрімен қарай жұмысшылар алып, жұмысқа алып, жұмыспен қамтысақ деген ойымыз бар. Алатау тұқымды сиырлар, сүтті сиырлар. Соларды алып, оларды да жаңағындай сауып, құртмай дегендей шығарсақ деген ойымыз бар. 23 жылы 24 адам ауыл аманатымен несие алған болса, биыл 24 жылға болжаммен бір 91 адамды жоспарлап отырмыз. Ол жаңағы ауыл аманатын түсініп, ел біліп, қызығушылық танытып жатқанның арқасында біздегі жаңағы ауыл аманатына өтінім беру 6-7 есеге көбейіп жатыр. Жетісу облысында ауыл аманаты бағдарламасын жүзеге асыру үшін биыл 3,5 миллиард теңге бөлініп отыр. 2,5% жеңілдетілген несие сәуір айында беріле бастайды. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, 24 KZ, Жетісу облысынан.